Саламатсыздар ма балалар? 2 сынып математика 26 сабақ. Айырмалық салыстыруға берілген есептер. Балалар, сабақты бастамастан бұрын алдымен каналға тіркеліп, видеоға лайк басып қойыңыздар. Бірінші есеп, есепті шығар. Ағам 11 жаста, ал қарындасым 6 жаста. Ағам қарындасымнан неше жас үлкен? Қарындасым ағамнан неше жас кіші? Есептің шартын құрамыз. Ағам 11 жаста, қарындасым 6 жаста. Ағам неше жасқа үлкен және қарындасым ағамнан неше жас кіші екенін табуымыз керек. Шешуі деймізде, бұл жерде ағасының жасынан қарындасының жасын алып тастаймыз. Сонда 11-ден 6-ны аламыз. Сонда шешуі бізде 5 болады екен, 5 жас. Жауабы, ағам қарындасымнан 5 жас үлкен, ал қарындасым ағамнан 5 жас кіші. Келесі бізде екінші есеп. Кестені пайдаланып, есепті құрастыр. Шешуін әріпті өрнек түрінде жаз делінген. Енді бірінші есеп, ағам 22 жаста, қарындасым А жаста деймізде, және шешуін өрнек түрінде жазамыз. Ағасының жасынан қарындасының жасын азайтамыз. Яғни 22 минус А болады. Сонда жауабы, ағасы 22 азайтылған А жас үлкен, ал қарындасы 22 азайтылған А жас кіші болады. Келесі екіншісінде ағам В жаста, қарындасым 5 жаста деп тұр. Шешуін тура бірінші, әріпті өрнек түрінде жазамыз. Ағасының жасынан қарындасының жасын азайтамыз. В азайтылған 5 болады. Жауабы, В азайтылған 5, ағасының жасы, В азайтылған 5 жас үлкен, қарындасының жасы В азайтылған 5 жас кіші болады. Келесі есептің үшіншісі. Ағам 13 жаста, қарындасым белгісіз, С жаста. Шешуі, ағасының жасынан қарындасының жасын азайтамыз. 13 азайтылған С. Жауабы, ағасы 13 азайтылған С жас үлкен, ал қарындасы 13 азайтылған С жас кіші болады. Келесі бізде үшінші есеп. Есепті шығар. Әпкем 16 жаста, ал інім одан 9 жас кіші. Інім неше жаста дейді. Алдымен есептің шартын құрамыз. Әпкем 16 жас, інім 9 жас. Яғни інісі әпкесінен 9 жасқа кіші екен. Енді біз інісінің жасын табу үшін әпкесінің жасынан інісінің жасын азайтамыз. Сонда 16-дан 9-ды азайтамыз шешуінде. Бізде шешуі 7-ге тең болады екен. Жауабы, інім 7 жаста болады. Келесі төртінші есеп, есепті шығар. Ағам 29 жаста, ал әпкем одан 5 жас үлкен. Әпкем неше жаста? Есептің шарты өзі беріліп тұр, қараймыз. Ағам 29 жас, әпкем белгісіз жас, бірақ ағамнан 5 жасқа үлкен деп тұр. Сонда шешуін біз былай жазамыз. Ағасының жасына әпкесінің 5 жас үлкен екен қосамыз. 29-ға 5-ті қосамыз, жауабы 34 болады екен. Жауабы, әпкем 34 жаста. Бесінші есеп, теңдеулерді шеш. Бірінші теңдеу, x азайтылған 13 тең 38. X тең деп 38-ге 13-ті қосамыз, сонда x-тің мәні бізде 51-ге тең болады екен. Енді орнына қоямыз, x-тің орнына 51-ді қоямыз, 51 азайтылған 13 тең 38 болады. Сонда теңдік 38 тең 38-ге болады. Екінші теңдеу, 52 азайтылған x тең 28. X тең 52-ден 28-ді азайтамыз, сонда x-тің мәні 24-ге тең болады. Енді орындарына қоямыз, 52-ден 24-ді азайтамыз, 28 болады, сонда 28 тең 28. Үшінші теңдеу, 25 қосылған x тең 63. X тең деймізде, 63-тен 25-ті азайтамыз, сонда x-тің мәні 38 болады. Енді 25-ке 38-ді қосамыз, орнына қойып, сонда 63 болады. 63 тең 63 болады. Алтыншы есеп, есептерді шығар. А есебі және Ә есебі берілген. Бірінші А есебі. Ауылда 17 досым бар. Ол қаладағы достарымның одан 8-і артық. Қалада неше досым бар дейді. Ауылда 17 досым бар, қалада белгісіз, бірақ ауылдағы достарыма қарағанда 8-і артық дейді. Сонда шешуі деймізде 17-ге 8-ді қосамыз. Бізде сонда шешуі 25-ге тең болады екен. Жауабы, қалада 25 досым бар. Келесі осы 6-шы есептің әсі. Қалада 25 досым, ал ауылда 17 досым бар. Ауылдағы достарымның қаладағы қарағанда нешеуі кем?
Есептің шартын құрамыз. Қалада 25 досым, ауылда 17 досым. Және қаладағы қарағанда белгісіз кем дейміз. Шешуі 25-тен 17-ні азайтамыз, сонда 8-ге тең болады екен. Жауабы 8-і кем. Яғни ауылдағы достарының қаладағы қарағанда 8-і кем болады екен. 7-ші есеп. Өрнектердің мәнін тиімді тәсілмен есепте дейді. Екі өрнек берілген. Біріншісін қарайық, 22 қосылған 17 қосылған 38 қосылған 23. Бұның тиімді тәсілі былай болады. Жақшаға аламыз, сөйтіп 22-ге бірінші 38 қосамыз. Бөлек, яғни одан кейін 17-ге 23-ті қосамыз. Сонда жақшаны ашамыз, 22 қосылған 38 жақшаны жабамыз, қосылған тағы да жақша ашамыз. Жақша ішінде 17 қосылған 23 жақшаны жабамыз. Сонда 22-ге 38-ді қоссақ 60 болады, ал 17-ге 23-ті қоссақ 40 болады. 60-қа 40-ті қоссақ, сонда өрнектің мәні бізде 100 болады екен. Осылай тиімді тәсілмен есептейміз. Енді екіншісі тура осылай есептеледі екен. 28 қосылған 40 қосылған 10 қосылған 12. 28 пен 12-ні қосамыз, ал 40 пен 10-ды қосамыз. Жақшаның ішіне алып есептейміз. 28 қосылған 12 қосылған жақша ішіндегі 40 қосылған 10 жақша жабылады. Сонда 28-ге 12-ні қоссақ 40 болады, 40-қа 10-ды қоссақ 50 болады. Енді 40-қа 50-ді қосамыз, сонда өрнектің мәні, екінші өрнектің мәні бізде 90 болады екен. 8-ші есеп. Сызбы бойынша есеп құрастыр, оны шығар дейді. Әмина 80 ұпай жинаған, ал Ардақ белгісіз, бірақ Әминаға қарағанда 27 ұпай кем жинаған. Сонда есептің шартын құраймыз. Әмина 80 ұпай, Ардақ белгісіз, бірақ Әминаға қарағанда 27 ұпай кем деп жазамыз. Сонда шешуін, яғни біз шешуін табу үшін Әминаның алған ұпайынан Ардақтың алған ұпайын азайтып тастаймыз. Сонда 80-нен 27-ні азайтсақ, бізде 53 болады екен. Жауабы Ардақ 53 ұпай жинады. 9-ші есеп. 1-ден 100-ге дейін 7 цифры неше рет кездеседі дейді. Яғни 1-ден 100-ге дейінгі сандардың ішінде 7 цифры қанша рет кездесетінін, яғни қанша сан бар екендігін табуымыз керек. 7, 17, 27, 37, 47, 57, 67, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 87, 97. Сонда 1-ден 100-ге дейінгі 7 цифры 20 рет кездеседі, яғни 20 цифр бар екен. Балалар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.